Құрметті кандидат, өңірлік кадр резервін іріктеуге қатысу үшін тіркелу және құжаттарды тапсыру кезеңіне қош келдіңіз. Облыстың республикалық маңызы бар қаланың Астананың өңірлік резервін іріктеуге қатысу үшін сіз өзіңіздің жеке деректеріңізді ЖСН электрондық мекенжайды көрсете отырып, 2024 жылғы 1 наурыздан 31 наурызға дейін онлайн платформада тіркеуден өтуіңіз қажет. Тіркелгеннен кейін жеке кабинетте менің сауалнамам бөлімін толтыру қажет. Ол келесі қойындылардан тұрады: жеке деректер, білімі, еңбек қызметі және қосымша деректер. Жеке деректер бөлімінде байланыс деректерін дұрыс көрсету, кадр резервінің өңірін және салалық бағытты таңдау қажет. Назар аударыңыз, екі және одан да көп өңірлік резервті немесе салалық бағыттарды таңдауға жол берілмейді. Қате таңдау жағдайында өңірлік резервті, өңірді немесе салалық бағытты қайта таңдау мүмкін емес. Білімі бөлімінде сіз ұсынылған нысанға сәйкес білім туралы мәліметтерді толтыруыңыз керек. Еңбек қызметі бөлімінде нысанға сәйкес еңбек қызметі бойынша деректерді толтыру, сондай-ақ шаблонға сәйкес қызметтік тізімді толтыру және тіркеу қажет. Өңірлік резервке іріктеудің барлық кезеңінде толтырылған деректер тексеріледі. Іріктеу шарттары бұзылған жағдайда сіздің қатысуыңыз іріктеудің кез келген кезеңінде тоқтатылып, нәтижелері жойылады. Өтініміңіз қойылатын талаптарға сай келген жағдайда сіз өңірлік резервке іріктеудің кезеңдеріне жіберілесіз. Сіз тіркеле отырып, өзіңізге іріктеуге қатысушыларға қойылатын белгіленген талаптарды сақтау, ұсынған мәліметтеріңіз бен құжаттарыңыздың дұрыстығын қамтамасыз ету бойынша міндеттемелерді қабылдайсыз. Барлық қажетті файлдар жүктелуі тиіс. Сіз заңнаманы білуге тестілеу атты кезеңге жазылу үшін де уақыт қалдыруыңыз керек. Бұл кезеңге жазылу рәсімі өтініміңізді растайтын хабарлама алған сәттен бастап 2024 жылғы 31 наурыз сағат 23:59-ға дейін қолжетімді болады. Сіздің деректеріңізді сарапшылар тексергеннен кейін, егер деректеріңіз сәйкес келген жағдайда, сізге хабарламалар бөліміне хабарлама келеді. Осы жағдайда сіз ұсынылған нұсқалардан қаланы, тестілеу күнін және уақытын таңдауыңыз керек. Тіркеу бірінші кезекте толтыру қағидаты бойынша жүзеге асырылады. Сәттілік тілейміз!